Şu mal tappasan Sen o жоғалтқан senin кезегің еді ғой. Тоқта, осы жерден бөлек. Мен бұлай кетем, сен бұлай кет. Бұлай ма? Ой, соны айттым. Маған мен бақпай кетті. Қазір полициялар келеді. Өздері шешеді. Ассалаумағалейкум деді. Уалейкум ассалам. Адам өлген рас па? Көрші, бәкеңнің қызы еді. Маңдайынан танитын еді. Адам істейтін тірлік емес қой. Yok, bayamaydı. Yok, bu düz. Өліп қақы жатыр. Мына жерден 20 метрдей қашырсың. Теке, балдар қайта берсін. Өзіңіз осында болыңыз. Қыздың кім екенін анықтадыңдар ма? Жасы 17-те. Есімі Гүлзира, әке шешесі ажырасқан. Анасы екеуі оқытыратын. Әкесі қайда қазір? Точнасын білмеймін, бірақ батыста, бақтыда жұмыс істейді деп естігем. Сен қандай участка өсің өзі? Осы ауылдың кім, қайда, не істеп, не болып жатқан бәрін біліп көрексің ғой? Қараса енді тапа-тал түсті. Жап-жас қызды өлтіріп кетіп отыр. Қайда қарап жүрсің? Енді біздің район тыныш район ғой. Мал ұрлығы да болмаған. Бұрын соң сотталғандар бар ма олда, жоқ па? Айттым ғой, мәке. Ұрлық болмаған, қарапайым, еңбекқор адамдар бәрі. Қай уақытта өлген? Шамамен 4-5 сағат бұрын. 10-нан астам жерінен пышақталған, көп қан жоғалтқаннан қайтыс болған. Жарақаттар әртүрлі ме? Кейбіреулер 4-5 сантиметрге, ал кейбіреулері үстінен тырналған. Жарақаттарына қарағанда қаншыр оның үстінде отырған. Жертва оны көрсін деген. Немесе ол ана қыздың қиналып отқанын көргісі келген ғой? Қайта-қайта ұрғаннан да жарақаттары әртүрлі болған. Я дұрыс айтасыз. Біз жаңадан бастап жатқан садист іздеп жатырмыз. Бұл бұның бірінші жертвасы. Қасым, нақтысын бәрі ашылғанын соны айтамын. Жарайды. Қамтамасыз ету үшін әр тараптандыру мүмкіндіктерін іздейді. Біз орталық Азияның сенімді... Апа, көкің бақта? Көкіңдер анау жылқыларды 4 нені тоғайға айдап кетіп еді балам. Кемей атыр ғой, кешікті ғой. Кеткен еді. Қылмыскер 17 жасар қызды аса қатыгездікпен аяусыз пышақтап өлтірген. Қылмыскерді іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Балам жаңалықтың даусын шығарсай. Апа, болмайтын нәрсе болып жатыр. Апа, со атам айтыңыз, 4 атты не алады? Сат жермей ма? Алдымызда қыс кеп жатыр ғой. Кім қарайды оған, апа? Самат. Сен осы жерде болар, мен қазір келемін. Самат, ұсташ ананы, ұсташ.
Бер тұр. Мен білмеймін. Мен қатысым жоқ. Мен көрген жоқпын. Мен сені кінәлі емесегіңді білем. Жардың шетінен бері қарай тұршы, құлайсың. Секунд. Бер тұр. Неге қаштың менен? Сен ба өлтірген? Барлығын айтып бер. Менің айтқанымды білсе өлтіреді ғой осы сосын. Анасын артқара жібересінші. Екеуміз түскен сурет бар ғой. Соны абаңа салып қойшы, пожалуйста. Чтобы класстағы қыздардың барлығы көрсін. Дауыс естіп өтсін ба? Дауыс? Қойшы, не қыласың дауысты? Ар жақтан дауыс шығып жатыршы, жүр барып көрейікші. Бұл жерге неге келдік? Той есіме атқаншы. Сен ешкімнен қорқпашы. Сен бастысы осы адам деп жазып берсең болды. Ары қарай біздің жұмысымыз. Сен уайымдама, ешкімнен қорқпа. Ол сені көрмейді де, білмейді де. Мен сені қорғап аламын, түсіндің ба? Ешкімнен қорқпа сен. Не істеп жатсың сен? Қасым, тұра тұршы. Осыны өлтірген, айт. Сен не істеп жатсың? Біз оған уәде берген едік қой, қорғаймыз деп. Тоқтай тұр. Қорғау үшін айтсын кім екенін өлтірген. Айт, осыны өлтірген? Жоқ. Кім екен деп ойласам, сен екенсің ғой. Іңкәр. Аға неге бұлай жасамайсыздар? Шыңдар, шықсайын, шықсайын.
Қалай зор болып тұр, Бүгін күшті күн болып тұр. Қазеге, бүгін жұмыстан кейін бос беріңіз? Иә, бос, не болып тұрш па? Жұмыстан кейін, жұмысқа жаңадан кіргеннен кейін бізді бір кешкі асқа шақырайын деп. Болды. Мына бір шетте Бомонт деген ресторан бар. Кухнясы жақсы өткенде тамақтанамыз. Болды. Кешке бос болсаңыз, кешкі асқа шақырып, сендер шақырсаңыз босаймыз ғой. Бір сұхбаттассақ деп жатыр едім. Болды, иншалла. Бір жағынан жұмысқа тұрғанымды жуып сізге. Болды. Көмектесіп жатсыз ғой енді. Үйренеріміз көп қой сізден. Айтпақшы, ана мешітке тоқтап кетші. Ана намаз уақыты өтіп кетті да. Күріш айымен, Қазір бағадан алайын. Енді алдында не бар? Ұстайыңыз. Қалай жұмыс ұнап отыр ма енді өзіңе? Ұнап жатыр. Бір қорқыныш та бар екен. Бұл жұмысқа қорғанымызды кеме керек пе негізі? Батыл болу керек қой жұмыста. Қазеге келіп қалдық. Бұл сізді күтемін машинада. Жүрсе, оқы шайқа. Мен дайын емес сәл. Келесі жолы енді. Давай. Қабыл болсын. Кім? Қандай дастан? Кімсіңдер сендер? Кімсіңдер деп сендер? Қайда, қандай қыз? Білмеймін ешқандай қыз. Қыз тауып берсін, сука, білмеймін. Кімсіңдер сендер? Білмеймін ештеңе. Қандай қыз? Білмеймін ештеңе деп сіздерге. Қазеге. Қайда? Айдана! Sen töbeler köre ver. Айдана! Айдана!
Айдана! Айдана! Айдана! Айдана! Қалмады. Жоқ, сука алдап жердім ма? Самат, сен келесін қарай берші. Қайсы? Тупит етпен келші, мен қасымыздағы ше? Болды. Айдана! Айдана! Айдана? Айдана, бол, қорпа. Қорпа, мен полицияғанмын. Қорпа жан. Мамаңа барамыз қазір. Жүр. Мамаңа барамыз, қорпа, еш. Бәрі жақсы болады енді. Ешкімнен қорпа. Байлап түс. Қолын шешу өреді ғой сен. Kızım, ayda жүрсің балапаным-ау, ayda жүрсің балапаным. Қызыңызға енді үйретіңіз бөтен адаммен ешқашан бармайды. Рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Қазеге, маған лақтырайын деп отқан видеоңыз TikTokқа тарап кетіпті ғой. Не болды енді? Ештеңе етпейді, бәрі нормально болады. Бүгін бір ауыр күн болды. Бәрі жақсы болып кетеді. Уайымдама. Жарайды. Сәлем. Қалайсың? Шай өткен білесің, неге сотқа келмедің? Сандуғаш, бұның бәрін не жүрсеп жатсың? Қалай, не үшін? Қасым айттым ғой, мен саған тыныш өмір сүргім келеді. Қорқып, уайымдап, скорыйдың дауысын естіген сайын саған бір нәрсе болып қалды ма деп жүрегіміз аузымызға тығылып алқынып отырамыз. Мен саған өзгерем деп айттым ғой. Қайдан өзгересің? Қасым тіпті үйің өзгермеген ғой, шай алдың қалай тұр, шашылып, солай болып жатыр. Сосын маньяк ұстау керек десе, жұмысыңа жүгіріп кетесің, мені тастап, мен емес саған жұмысың маңызды.
Не істе дейсің енді маған? Жұмысыңды тастап, тыныш менің жанымда өмір сүресің, маған көңіл бөлесің. Мен жұмысымды тастай алмайтынын білесің ғой сен? Мынау ма сенің қимайтын жұмысың? Міне көр, бүкіл елге масқара болып жатырсың. Мен саған TikTok қарама деген едім ғой. Қасым, TikToктың қатысы қанша бұл жерде? Сандуғаш, қойсай болды. Бірге боламыз деген едік қой. Жұмысыңды тастайсың, Қасым. Ойыңды өзгертсең хабарлас. Болмаса ажырасамыз. Мен саған бәрібір ажырасуға рұқсат бермеймін. Сол енді, пока ондай қатты не болып жатқан жоқ. Жұмыста. Мен сіздің делаңыз қазір менде. Иә, естің оны. Рахмет. Отырып жайғаса беріңіз. Сот процеске қиын. Үйде жүресің, уайымдайсың. Түсінемін ғой бәрін. Біздің қабырғаның өзі біраз психологияға әсер етеді. Өзіңіз ұрсаңызшы, қағазшы. Енді кофе жоқ, су. Адам баласына 5 литр су ішіп тұру керек екен күніне негізі. Ал су. Айта беріңіз, не болды, қалай болды? Адвокат мырза, мен шынымды айтамын, осы мүлде қатысым жоқ бұл іске негізі. Құрттан қолдың құртына кеше қыздар әкепті. Шынымды айтсам, мен мүлде қатысым жоқ әке бұл іске. Құрт қалай екен? Жақсы, ауылдың құрт сияқты. Егер сіз шығам десеңіз, ақталып, маған мән-жайдың бәрін толығымен айтуыңыз керек. Ешқандай жалғансыз болған оқиғаның бәрін. Мен сізге айтып тұрмын ғой, адвокат мырза, толып болғанда мен мүлде қатысым жоқ болған білмеймін мен. Қандай бұл? Егер де қатысыңыз болса да, алып шығуға болады. Қалай, ол мүмкін ба? Бірақ мен не болған бәрін білуім керек. Өйткені егер бір нәрсе өтірік болатын болса, мен ертең сіз қалады. Негізі былай басталған. Бір қыз магазин кіріп кетті. Қарап отқан ғой кішкене. Магазин кіріп кетті. Артынан үйінен мамасы шығып, Әсел деді. Иә, Әсел деді. Кейін шақырып үйіне кіріп кетті. Мен кішкене артынан барып, жас қыз ғой енді, білесіз өзіңіз. Кәмпит, шоколадтарын беріп, жұмыс жақалып бар. Деп кішкене енді аймалап былай ұстайын деп бастығым. Бастығым келіп қалды. Бар қарай жұмысқа кірісіп. Қатынас болды ма? Қатынас жоқ. Қатынас болған жоқ. Мен рас айтып тұрмын. Барлық шындық, мен қатынас болған жоқ. Бірақ негізі ой болды ғой, а? Әке жаңағы сөз үшінде ғой, а? Иә, сөз. Сотқа дейін шешуге тырысамыз мен. Бірақ қаямаймын. Ертең басқа информациялар естіп тұрмаймын бірақ. Жоқ, сізбен ғана келіп тұрмын ғой, басқа ешкіммен. Тек қана сізбен байланыстан болды.
Қалай ғана? Кеше ғана педофилдің тергеуі қалай өтті? Сен қызықсың ба? Шынымен терезені лақтайын тұрсың ба? Оның ісі сотқа дейін жабылайын деп тұр ғой. Оның күдіктідегі еш дәлел жоқ. Лә, оны қалай болса да қамау керек. Сол жерде мен бармағанда бар ғой, ана қыздың өмірі не болатынын білесің ба сен? Мен сені түсініп тұрмын. Мен де түсін. Мен мына қолым байлаулы. Қана білә, соның орнында сенің қызың немесе қарындасың болса, қолым байлаулы деп отырасың ба? Қуасың ба, Құдай сақтасын. Оның адвокаты әшейін шығарып алайын деп тұр ғой. Педофилді қорғайын деп отқан қандай адвокат ол? Аян. Аян? Педофил емес, мына сен қораға кірейін деп тұрсың ғой. Педофилді қорғаймын деп өлтіру керек қой адамдар. Мынандай сцепление істемей жатыр ғой. Аян, сен неге педофилді қорғап жүрсің? Сағат неше болды? Қандай сағат? Педофил неге қорғап жатсың деймін саған? Сағатты айтшы. 7-тен 12 кетті. Білесің мен не үшін көзім жұмып отырмын? Не үшін? Менің ағам соқыр болған. Бұл әлемнің жарығын көрмейтінеден өтті. Мен күніне хотя бы 5 минут көзімді жұмып, соның қайғысын сезінуге тырысам. Неше болды? 14 кетті. Не үшін келдің? Аян, сен неге ана педофилді қорғап жүрсің? Кім айтты оны педофил деп? Ол өзі мойындап тұр ғой педофил екен. Сен қорқытып мойындатып қойған шығарсың. Аян, ол адам емес, хайуан ғой, қалай қорғап жатсың оны? Жоқ, біздің жұмысымызда айуан, адам деген нәрсе жоқ. Мен жұмысымды істеп жатырмын. Кедергі жасама маған. Тоқта. Мынаны қыздарға бересінші. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен Серіктің адвокаты едім. Серік үйде ма? Серік үйде жоқ. Сізбен сөйлесуге бола ма? Не үшін? Серіктің жұмысы туралы сөйлесу керек. Болды. Болады ғой, иә? Ішке кіріңіз, мен залда жүрейін.
Сізге телефон алмайды. Үйде екеуіңнен басқа біреу бар ма? Үйге келген әркімді танысаңыз да, танымасаңыз да кіргізе бересіз ба? Ойлашы қазір. Сергей келеді, әйелмен баласы өліп жатыр. Немесе әйелі жоқ, баласы тірі үйде. Қайсысы жақсы? Бірден 52 сатыға жоғарылап, әлемнің 195-ші, Қазақстанның 2-ші ракеткасы атанды. Сәлеметсіз бе, Қасым? Сізден соңғы жаңалықтар бойынша сұрайын деп едім. Терезеден құлату сіздің мойындату тәсіліңіз бе? Без комментариев. Қасым Бақытжанұлы сұрақтарға жауап беруден бас тартып отыр. Мемлекет қызметкерінің мұндай әрекетке баруы заңды ма, әлде заң? Оның сотта ақталады деп ойлайсыз ба? Сотқа дейін жетпейді ол тірлік. Сотқа дейін шығып келеді. Қалай соң? Кінәлі осы да ма? Кейбір адвокаттар бар да, заңды бұрмалап шығарып алады ғой. Сізді де істерді ашудан шеттетіп тастап қойып? Істерді ашудан деп әдеби сөйлеуді қайдан үйреніп аласыз? Енді қазір сізден бірдеңе сұрайын деп жүрген едім. Сұра. Енді қанша уақыттан бері неше түрлі қылмыстың бетін ашып жатсыз? Неге званияңыз, не должностыңыз өспеген? Әлі күнге дейін старлейсіз. Оны айтып берейін саған. 2000 жылдардың басында оқуға түскенбіз ғой, университетте оқимыз. Елбасымыздың кезі жаңағы оппозиционер деген шықты сол кезде. Сөйтіп біздің ректорымыз елбасымызды қолдау хат жібермекші болды. Сіздің политикаңызды қолдайық біз. Сіздің жағыңыздамыз деп, оппозицияға қарсымыз деп. Сонымен енді бүкіл студенттерді жинап алып, бізден сұраған ғой жаңағы. Біз осында елбасымызға қолдау хат жіберейін деп жатырық. Сол кезде көзім ілініп кетті да мен. Осы хатты жіберейін деп жатырық. Сіздер соны қолдайсыздар ма? Кім қолдайды деген кезде. Мен көзім ілініп оянам да мен қолдаймын деп қолым көтеремін ғой. Сөйтсем бүкіл акт залында 300 адам отыр. Ешкім қол көтермеген, мен өзім қол көтеріп отырмын ғой. Бірден алдыма микрофон келеді, тұрыңыз дейді. Тұрам, ректор айтады ғой маған. Неге сіз біздің патшамыздың, елбасымыздың политикасына қарсысыз дейді ғой. Сөйтсем, кім қарсы деп айтқан екен да. Мені кім қолдайды деп естігенмін ғой. Мен айттым, мен сұрағыңызды түсінбедім дедім. Содан кейін не керек, мемлекеттік қызметте жолым болмады ғой. Әрине бұл қалжың ғой. Ертең жұмыс істейсің, көресің ғой неден не болып отқан. Рахмет бірақ бүгін. Жеңіс. Тамаққа шақырып. Құтты болсын айтпақшы жұмысқа кірген. Сіздердің жолдарыңыз жүре берсін. Менің анам
өте сұлу болады сен сияқты. Бірақ бірде әкем үйге келіп қызғанышта анамның барлық тісін жұлып тастады. Ешқандай қыз менің анамнан әдемі емес. Естен де. Қазеке, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Қазеке, мен астында дежурный жіберді. Қасыма тыңдасаңызшы. Жүрші. Қазеке, менің әйелім жоғалды. Тыңдап тұрсыз ба, Қасым аға? Не болды? Адам жоғалып жатыр. Менің келіншегім жоғалып кетті. Жоқ үйде. Қанша күн болды? Кеше жоғалған. Үйге барсам жоқ. Постоянно үйде отыратын адам ол негізі. 3 суткадан кейін келсек, содан кейін іздейміз. 3 сутка? Ай, өліп кетсе не істейсіз? Өлсек көрмейсің, не істейміз? Барсай бар. Бәрібір де сіздерге, я? Ол менің әйелім ғой, түсініп тұрсыз ба? Дежурныйдан кім кіргізді маған? Алып кетіңдерші. Қалай алып кет? Жұмыс істемейсіз ба? Бар деймін саған.